Вареники дайындаймыз. Ұнға тұз саламыз, жұмыртқа саламыз және сұйық май құйып, үстіне ыстық қайнаған су құйып, заварной қамыр дайындаймыз. Су ыстық болғандықтан мен миксермен илеймін. Бізде эластичный қамыр шығады, енді оны 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін тағы да бір иін қандырамыз да, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Піскен картоптың үстіне май саламыз және сүт құйып, пюре дайындаймыз. Салманың дәмін келтіру үшін үстіне қара бұрыш саламыз. Жаюға оңай болу үшін қамырымызды екіге бөлеміз. Қалыңдығын 2 мм қылып жайып шығамыз және өзімізге қажетті формада осылай кесіп шығамыз да, ішіне салмасын салып, вареникиларымызды түйеміз. Қамыр жұмыс жасауға өте ыңғайлы, өте қатты да баспаймыз. Дәл осылай жан-жағын барлығын түйіп шығамыз. Вареникиларымызды мантоваркаға салып 30 минут пісіріп алдым, ал қалғанын мұздатқышқа осылай салып қойдым.